Құрметті көрермендер, діндер өте көп деп адамдар айтады. 4000-нан астам дін бар, қайсысы ақиқат болады деп. Енді мен діндерді жазып шығып, сіздерге түсіндіріп берейін деп тұрмын. Неге ислам діні, неге басқа діндер емес? Мен басқа діндерді қарап шықтым және сіздерге де түсіндіргім келеді. Сол басқа діндердің қателіктерін және басқа діндер қалай нақты исламның ақиқат екеніне дәлел болады. Мен мына реттілікпен көрсеттім әдейі. Қазір түсінесіздер не екенін. Сонымен бүгінгі видеода көретіндеріңіз индуизм, джайнизм, сихизм, буддизм, зороастризм, синтоизм, даосизм, конфуцианство, марадона діндері, тәңіршілдік, Египет, грек мифологиясы, ислам діні басқа діндерден көшіріп алды ма? Сондай-ақ христиан діні, иудаизм діні, басқа діндер қалайша исламның ақиқат екеніне дәлел. Бізде негізі діндер деп айтатыны көп нәрсе бөлініп шыққандар. Осы мысалы индуизм болса, ол бірнеше ағымдарға бөлініп кеткен, сосын солардың бәрін дін деп кете берген. Соның бәрін есептей келе 4000-нан астам бар дейді. Бірақ олардың абсурдтығын айтайын. Мысалы, бір дін бар деп, дін деп айта алмаймын тіпті. Марадона дүниеден өткеннен кейін ол футболшыға байланысты дін шығарған. Бірінші мына діндерден бастамай тұрып, мыналарға келейік. Бұлар бізде мифологиялар. Мифология деген бар, діндер дейтін бар. Мен қоршап қойғаным бұл діндер. Ал мифологиялар міне. Мифология бұрында болды, сенім адамдарда. Мысалы, бізде бұрынғы кездерде анимизм, тотемизм, шаманизм деген болады. Өте бұрынырақта адамдар табиғатты түсінбеген, мысалы анимизмда суды да, мысалы тау тастар болсын, немесе найзағай болсын, бәрін рухтар деген. Олар табиғатты түсінбеген, солай рух деген, сол рухтарға құлшылық еткен. Мысалы айтқанда, сол грек мифологиясында бар, ол Зевс дейді. Соны түсіндіре алмаған. Анимизмді де сондай. Немесе суды құдіретті дейді, Посейдон деп айтады. Енді бұл мифологиямен байланысты, түсіндіңіздер ме? Бұл өте көне, өте ертеде, адамдар мүлдем білмеген кезде. Сондай рух деген, құдай деген, тау, тас, су бәрін. Тотемизм деген бар. Онда да анимизм секілді, бірақ онда жануарларды рух деп санайды. Қасиетті, қорғаушы рух сол жануарлар деп сенген. Айырмашылық осында. Одан кейін бізде шаманизм дейтін бар. Дәл осындай шаманизм бұл шамандардың сондай рухтармен байланыс жасауы деп сенген. Бағана айтқан табиғат рухтары деп бойдан шығарған рухтарымен байланыс жасайтын шамандар болған. Дәл сол секілді тәңіршілдік те осылармен байланысты болған. Яғни тотемизм, шаманизм, анимизмнің элементтері болған, араласып кеткен осы тәңіршілдікпен. Біреулер қазіргі күнде тәңіршілдікті ұстанамыз дейді, бірақ негізі түсінсе өздері, бұл тәңіршілдік өте көне және ондағы ақпарат сақталмаған. Мысалы айтайын, егер бір адам басқа бір адамға ақпаратты айтса, ол түсінеді. Ал егерде бір адам басқа бір адамға айтса, ол оны басқа адамға айтса, солай ұзаққа жалғаса берсе, ол ақпарат соңғы жететін адамға қалай жетеді? Ақпарат дұрыс жету үшін ол сақталуы керек. Себебі ол бұрмаланады. Ал тәңіршілдік өте көне, шумерлерден де көне болып саналады екен. Сондай көне ақпарат қалай сақталып жетеді енді? Ойлаңыз, енді оның нақты бір ережесі жоқ, оның сақталған кітабы жоқ. Түсінесіздер ме? Онда бір мораль деген түсінік қалыптаспаған. Адам арақ іше ме, темекі шеге ме, ондай ешқандай үкімдер жоқ. Оларда мораль деген бір ортақ қалыптасқан сақталған ақпараттар жоқ, моральды алатындай. Сондай тәңіршілдер мұсылмандарға ренжулі болып, білмеймін, бірақ мораль туралы жамандап айтады. Бірақ олар өздерінің субъективті моралімен әртүрлі істер жасай беруі мүмкін. Мысалы, мұсылман емес адам моральды заңнан алады дейік. Сол билік бақыламай тұрған кезде, мысалы ол байдың үйіне барды. Бай адам оған етті ұсынды және оны әдемі етіп көрсетіп, бұл адамның еті, дәмін татып көр деп қызықтырды дейік. Сол кезде ол моральды неге сүйеніп алады? Мұсылман емес адам. Яғни билік бақылап тұрған жоқ. Сол кезде ол сондай жаман істерді істеуі мүмкін. Ал мұсылман адам ондайдан сақтана алады. Мысалы бізде тамақтарға байланысты да үкімдер бар. Адал, арам, күмәнді дегендей әртүрлі болып бөлінеді. Тек тамақ мәселесі ғана емес, өте көп ақпараттар бар. Фих деген сүйенетін.
Мені қате түсініп қалмаңыздар, мұсылман емес адам міндетті түрде сондай жаман істерді жасап жүреді дегенім емес. Құдайға сенімі жоқ болғасын, ол мысалы заңнан тыс жерде жаман істер жасауы мүмкін. Сонымен ең көне сенімдерді айттым: тотемизм, шаманизм, анимизм дегендей. Соның ішінде сол элементтермен араласып кеткен тәңіршілдік бар, ақпарат бізге жетпеген, сол секілді ақпарат дұрыс жетпеген, сақталмаған, яғни бұл көне мифологияларға тоқталайық. Адамдар табиғат күштеріне байланысты сеніп, оларды құдіретті күш деп сенген. Сондай солармен байланысып кеткен мынандай мифологиялар болды. Мысалы, грек мифологиялары солармен байланысты. Римдіктер грек мифологиясымен байланысты. Египетте де негізі бар ғой. Мен бұларды қарай келе таңғалдым. Мысалы, Египет мифологиясының өзінде ең көне жазбаларында не дейді? Бір жаратушы болған дейді. Оларда бірнеше құдай дейді ғой. Сет дейді, Амон дейді, Анубис дейді, Ра дейді. Сол секілді бірнеше құдайлар бар деп айтады. Бірақ шын мәнінде оларда бір ұлы жасырын деген бір жаратушы болды дейді. Өлілер кітабы дейтін жазбаларында солай айтады Египетте. Содан кейін эпостась деген бар. Сол эпостась деп олар кейіннен қосқан, толықтырған. Египеттегі ақпарат бәрібір қазір дін ретінде бұны ұстанып жүрген жоқ, бұл мифология ретінде қалды. Енді мен мынандай қарапайым ақылға салып ойланып көрейік. Егер жаратушы болса және бізді сынайтын болса, деизмдағыдай түсінікті емес, кәдімгідей сынайтын болса, ондай жағдайда ол өзінің дінін қалдыру керек, иә? Неге қалдыру керек? Себебі оның артынан адамдар ұстану керек. Ұстанып, жамандық пен жақсылықты ажыратып білу керек. Оның бір ережелері болу керек. Ал ажыратып білу үшін дін сақталу керек. Ал бұлар мифологиялар сақталған жоқ. Сіздерге айтайын. Бұларды сондықтан мен былай қарастырмаймын, мифологияларды. Нақты діндерге тоқталайық. Мифологиялар жойылып кетті, түсінесіздер ме? Дін ретінде адамдар ұстанып жүрген жоқ. Қазіргі кезде олар Зевсқа құлшылық етіп жүрген жоқ адамдар. Бұлар мифологиялар жойылып кеткен. Нақты қазір адамдар бірнеше миллиондаған адамдар ұстанатын діндер бар. Міне, мысалы, индуизм дінінен таралған жайнизм бар, сикхизм бар, буддизм деген таралған. Буддизм, қараңыздар, буддизмда құдай дейтін түсінік жоқ. Былайша айтқанда, онда дін деп те айта алмаймыз оны, философияға жақын түсінік дейді. Гаутама дейтін, жалпы Будда ғой, Будда дейтін адамның аты емес, Будда дейтін берілетін атақ. Гаутама деген адамға атақ беріледі, Будда деген. Сол Будда үйретеді, сол Гаутама адамдарға үйретеді. Солай буддизм таралып кеткен, бірақ бұл түбі неден шықты? Түбі индуизмнан шықты. Буддизмда құдай дейтін ондай түсінік жоқ. Түсініңіздер ме? Сондықтан Будда құдай деген емес, буддистердің өздері өйтіп айтпайды. Жайнизм дейтін бұл индуизмнан шықты. Құмырсқа кетіп бара жатырса, жайнизмді ұстанатын адамдар құмырсқаны байқамай басып кететін болса, оларға күнә саналады. Құмырсқаны басып кету. Немесе олар тамақ әзірлегенде монахтары андай отқа күйіп қалмау керек, жәндіктер. Сол үшін олар шыбын-шіркей отқа күйіп қалмас үшін өздері тамақ пісірмейді. Күнә арқалаймыз деп сондай абсурдтардан тұрады жайнизм. Енді бұның абсурдын бір түрде жайнизм, сикхизм, индуизмнан тараған ғой, ислам емес. Жайнизм, сикхизм көп адам ұстанады қазір. Бұл индуизмнің абсурдтығын айтайын сіздерге. Қарапайым индуизмнің ең көне жазбаларын қараңыздар. Веда дейтін кітаптар бар. Ведада ең көнесі, мысалы, Ригведа дейтін бар. Ең көне кітаптарында не дейді? Жаратушы, өздеріңіз қарап көріңіздер. Жаратушы біреу, оның ата-анасы жоқ, ол жалғыз дейді. Сосын ол жаратушыға бейне бермеген, ол жаратушы, яғни бір құдіретті біреу бар дейді. Бірақ ол бірнеше демейді. Көрдіңіздер ме? Бағана Египеттің несін айттым ғой? Египет мифологиясы деп бір жаратушы бар деп. Сондай түсінік болған индуизмда бір жаратушы бар деп. Египеттерге бірнеше құдайлар деп қосылып кетті ғой. Анубис, Ра, Сет деген секілді. Сол секілді индуизмге де қосылып кетті. Бірақ индуизмда оны аватарлар деп айтады. Олар бізде Вишну, Шива, Кришна дейді. Ой, кешірім сұраймын. Вишну, Шива, Брахман дейді. Солардан басқа аватарлар тарады дейді. Олар бізде, мысалы, Вишнудың аватарлары болды дейді. Яғни Кришна деген, Рама деген секілді. Яғни олар аватар деген киноны білесіздер ғой. Сол секілді. Соған қарап негіздеген ғой, көк түсті. Яғни индуизмда сонымен не деп тұр? Ең көне жазбаларында бір жаратушы бар дейді. Оның ата-анасы жоқ дейді. Жалғыз жаратушы дейді. Олардың кітаптарында ең көне кітаптар келген. Кейін тағы да
бұрмаланған, түсіндіңіздер ме? Индуизмді аватарлар кейінірек уақыт өте келе шыққан. Сондықтан индуизмнің абсурдтығы, қателігі мына жайнизмнің да сикхизмнің де қателігін түсіндіреді. Қарапайым мысал айтайын, сикхизмді неге қате деймін? Себебі сикхизм бір адам мысалы былай істеген, мұсылмандарды көрген, сонда бір жағында Индия бар, ол жақта бір жағынан мұсылмандар бар, бір жағынан индустар бар. Индуизмді ұстанатындар бар, исламды ұстанатындар бар. Сосын ол кейбір жерін исламнан алған, кейбір жерін индуизмнан алған. Яғни реинкарнация деген нәрсе, қайта тірілу деген индуизмнің абсурд нәрсесін сіздерге айтайын. Сикхизмді алады, исламның бір жаратушысы дегенді алады. Сөйтіп екеуін біріктіреді де сикхизм деген шығарады кейінірек. Енді зороастризм, синтоизм, даосизм, соларға тоқталып кетейік. Мысалы, синтоизм мен даосизмді ұстанатын адамдар көп, миллиондаған адамдар ұстанады. Қазір мысалы 100-200 мыңға жуық адам ұстанады екен зороастризмді. Бұған дейін бірнеше миллиондаған адам ұстанған, кейінірек азайып бара жатыр. Егер бағана айттым, ең басында мысалы мифологияларда жаратушы шынымен де дінін сақтайтын, яғни жаратушы біз сынайтын болса, онда оның діні сақталу керек, дұрыс па? Онда бізге былайша айтқанда смысл жоқ. Олай сыналғанда шынымен де өздеріңіз ақылға салып ойланып көріңіздер, сонда түсінесіздер. Біреулер айтады, ислам діні басқа діндерден көшіріп алды дейді. Себебі намаз секілді құлшылықтар басқа діндерде болған дейді. Ал білесіздер ме, бұған дейін бірнеше жер бетінде пайғамбарлар болды. Құранда аты аталғаннан да басқа пайғамбарлар жер бетінде болған. Олар да намаз оқып құлшылық еткен. Бірақ дәл біздікіндей 5 уақыт намаз емес. Дегенмен оларда қиям деген секілді, сәжде секілді құлшылықтар болған. Басқа пұттар солай бейнеленуінің де себебі сода ізгі адамдарды көріп солай бейнелеген. Мен осы мәселеде ұзақ тоқталып бір бөлек видеода, бөлек тақырыпта шығарармын деп ойлаймын. Мысалы, зороастризмдағы саушиянттың өзі маған дәлел болды. Сонда саушиянт одан христиандар көшіріп алды ма? Ол қалай бір-бірінен көшіріп алады? Жоқ, олай емес. Мен тереңірек зерттей келе түсінгенім, діндер көп, бірақ сондай бір танымал діндер болады ғой, соның бастапқысы бір жаратушыдан болған, кейін ол дін ретінде бұрмаланған. Сондықтан бұл діндер дұрыс сақталмаған, ақпарат қате. Тек бір дін сақталып тұр жақсы, ол ислам болып тұр. Мынандай аргументті көп айтады. Әр адам өзінің дінін дұрыс санайды ғой, басқа діндерді қате санайды дейді. Мен айтам, егер ислам діні қате болып басқа дін дұрыс болса, мен сол дұрыс дінді ұстанар едім, бірақ ақиқат ислам дінінде болып тұр. Түсінесіз бе? Мен әдейілеп осылай айтып жатырмын. Сіздер адаспай дұрыс жолды таңдауларыңыз үшін. Мысалы, қасиетті Құранда бірнеше рет келеді. Құран кітап сақталатыны туралы. Сақталатыны. Қазір бірнеше миллиондаған адам Құранды толық жатқа біледі. Бұған дейін де білген. Басқа бір аяттарында ислам дінін басқа діндерінің барлығынан үстем қылам дейді. Шындығында қазір ислам діні басқа діндерден озып, ең көп адамдар ұстанып келе жатырған дін болып тұр. Құран кітабындағыдай сол дін сақталады және басқа діндерден үстем болады дегендей, басқа діннің мысалы кітаптары Авеста, Веда, Упанишад, Таурат, Библия секілді басқа да кітаптардан қарып көріңіздерші, ондай жоқ, тек Құранда ғана бар. Неге? Енді қазіргі зороастризмнің дұрыс емес жол екеніне дәлелді қараңыздар. Сонымен зороастризмда кімдер? Мұсылмандар, ислам дінін ұстанушылар зороастризмді ұстанатындарды жаулап алады. Сонда жаратушы, ойлап көріңіздер, ақиқат зороастризмда болса, мұсылмандардың зороастризмді ұстанатындарды жаулап алып, кейін олардың ислам қабылдауына, исламға келуіне себепші болып, Алла қалауымен себепші болып тұр да. Сонда бұның өзі дәлелі ғой, мысалы зороастризмнің қателіктеріне. Зороастризмнің жазбаларында да көптеген қателіктер келтіруге болады. Мысалы, онда бір жаратушы деген, бірақ ондағы адамдар Ангхра Майню мен Ахура Мазда деген бар. Ангхра Майнюды оларда құдай демейді, бірақ бұлар зұлым күшті құдай дейді. Дұрыс ұстанбайды. Сіздерге айтайын, зороастризмді қарадым ғой, бұл да қате. Синтоизмді айтпай қойын, тіпті мынау абсурд болып кетеді. Синтоизмда мысалы бір робот шықты ғой, робот. Сол роботты олар дух дейді. Яғни синтоизм бұрыннан келе жатыр, олар тотемизм, сол анимизммен байланысты болып кеткен. Тотемизм, анимизм секілді
табиғи құбылыстарды, басқа заттарды қасиетті рух санайды. Мысалы, робот шыққан, оны да қасиетті рух санап кеткен. Солай өте бұрыннан келе жатыр, тотемизм, анимизмдермен байланысып кеткен. Сондай ол түрлі даосизм енді бұл философияға жақын. Даосизмда бізде жалпы философия секілді түсіндіреді онда. Біреулер оны адамды құдай дейді даосизмда адамды құдай дейді. Ляо Цзы деген кісіні даосизмда енді көп емес, кейбіреулер құдай дейді. Ол Ляо Цзы дейтін адам. Сосын даосизмда негізгі түсінік оларда құдайсыз түсінік. Түсінесіздер ма? Құдайсыздық түсінігі даосизмда. Сосын конфуцианство дейтін бар. Ұмытып кеткем, кешірім сұраймын. Конфуций деген кісіге байланысты шығып кеткен. Бұл да онда да құдай деген түсінік жоқ. Яғни Конфуций дейтін кәдімгі сондай бір дана кісі болған ғой. Сосын дана деген мудрый сондай кісі болғанда оның артынан еріп кетіп адамдар ондай дінді қалыптастырған. Даосизм, конфуцианство дегендер бұлар адамдар қалыптастырған. Кімдерге? Бір білімді сондай адамдарға қарап. Бұнда даосизмда ол Ляо Цзы деген, ал конфуцианствода ол Конфуций деген кісі. Келесі иудаизм, христианство, ислам. Бір-бірінен көшірді ма деген сұрақ туындайды тағы. Неге нақты ислам? Қараңыздар. Авраамдық діндер деп айтамыз ғой. Неге христиан емес, неге иудаизм емес, неге ислам? Иудаизмді айтады. Кәдімгідей сіздерге мықты дәлел келтірейін. Иудаизмнің жазбалары бар. Бізде Танах дейтін бар, сосын Талмуд деген бар. Талмуд ауызша, Танах жазбаша. Танахтың өзіне кіретін жазбалар бар. Мына екеуін байланыстыратын, мына екеуін христианство мен иудаизм бір-біріне ұқсас қой. Ветхий Завет дейтін кітаптар байланыстырады. Бірақ христианствода ерекшелік бар. Себебі оларда Новый Завет дейді. Жаңа өсиет дей ма қазақша? Новый Завет дейтін бар христианствода. Сонда кішкене өзгешеліктер бар. Қараңыздар, иудаизмді айтайын сіздерге. Иудаизмді айтады, Мұса пайғамбарға жаратушы кітап түсіреді, яғни жазба түсіреді. Сол жазба ол Тора. Бізде мұсылмандарда оны Таурат дейміз. Бұл неде? Иудаизм бойынша. Сосын иудаизм ұстанымдары бойынша олар біледі, Мұса пайғамбар секілді пайғамбар жіберем дейді, Құдай айтады. Мұса пайғамбар секілді бауырларыңның арасынан пайғамбар жіберем дейді. Енді христианствоға келейік. Христианствода енді күтеді ғой, Мұса пайғамбардан келетін пайғамбар кім дейді? Христиандар айтады оны, Иисус дейді, Иса пайғамбар дейді. Бірақ неге олай? Неге? Себебі Мұса пайғамбардан кейін қандай пайғамбарлар болды? Дәуіт пайғамбар болды, Сүлеймен пайғамбар болды, Закария, Яхия, тағы басқа. Енді Яхиядан, Иоаннан сұрайды, оны Иоанн Креститель деп айтады. Яхиядан сұрайды, алейхиссалам, сенсің ба дейді. Сол мына иудаизмға келіп жатыр. Мына христианствода уже екеуі байланысты да, көрдіңіздер ма? Библия бойынша айтады. Второзаконияда айтты, пайғамбар жібереді, Мұса пайғамбар секілді дейді. Мұнда айтып жатыр енді, былайша айтқанда Библияда. Сенсің ба сол Мұса пайғамбар секілді шығатын пайғамбар деп еврейлер сұрайды. Сол кезде Иоанн Креститель, Яхия пайғамбар не дейді? Жоқ, мен емеспін дейді. Яхия пайғамбардың қасында кім болды? Онымен замандас. Иисус, Иса алейхиссалам болды, Иса пайғамбар. Енді Иса пайғамбар деп айтады олар, бірақ дым сәйкес келмейді. Қараңыздар. Біріншіден, Иса пайғамбар жаңа кітаппен, жаңа жазбамен келді ма? Келген жоқ. Мұса пайғамбар келді ма? Келді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар келді. Сәйкес келіп тұр. Мұса пайғамбар секілді Иса пайғамбар күресті ма? Жоқ, олай соғысқан жоқ. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар күресті, соғысты. Мұса пайғамбар секілді. Құранда неге Мұса пайғамбар секілді көп айтылады? Себебі Мұса пайғамбардың өмірі ұқсас, түсінесіздер ме? Шынымен де бұның өзі иудаизмде айтылып кеткен, исламға байланысты айтылып кеткен. Соңғы пайғамбарына бауырларыңның арасына саған ұқсайтын деп тұр. Оны сіздер Дауд, Сүлеймен деп айта алмайсыздар, Закария деп айта алмайсыздар. Себебі Яхия алейхиссаламның өзі айтып тұр, ол мен емес дейді. Яғни одан кейін келетін біреу, әлі келмеген біреу сол кезде ол келді. Міне осыны мойындамайды христиандар. Енді мен диспуттарда христиандармен сөйлестім. Сонда олар қалай мойындамайтынын қараңыздар. Кім соңғы пайғамбар сіздерде? Қара, енді соңғы пайғамбар деп қазір Исаның негізінде ол айтылады негізінде. Мұса пайғамбар өзі айтып кетті ғой. Менен кейін пайғамбар келеді деді, болды деді.
соны айтқан сөзін жоқ тыңдайсыңдар деп. сіздерде айтылған пайғамбар деген мағынасын түсіну керек та, ол құдайдың сөзін жеткізетін адамды айтады да. жарайды исадан кейін пайғамбар келу мүмкін ғой, иә? Исадан кейін мүмкін ғой келу пайғамбар. Сұлтан, қараш, барлық пайғамбар Иса туралы айтқан ғой. Егер бір тағы да пайғамбар келсе, ол Исаны Құдай деп қабылдау керек. Соңғы пайғамбар. Жоқ, мен басқа сұрақ қойып тұрмын. Жоқ, сіздерде четко айтты ма? Иса соңғы, одан кейін пайғамбар келмейді деп айтты ма? Мен бастапқамын және соңғымын деді. Жоқ, о екі мағыналы стих керек емес. Екі мағыналы стихтар ғой. Жоқ, нақты айтам, соңғы пайғамбар Иисус деп айтты ма сіздерде? Или Иоанн Креститель деп айтты ма? Четко. Иоанн Креститель Исаның өлімнен алдында өліп қалған. Иә, енді кім соңғы пайғамбар? Патша өлтірді. Соңғы пайғамбар кім? Исаның титулдары көп. Ол Құдайдың баласы. Жоқ, соңғы пайғамбар кім? Ол пайғамбар да, ол кім Мәсіх те, оның титулдары өте көп. Соның арасында пайғамбар деген титул бар ода. Сондықтан Иса да соңғы пайғамбар деп санасаңыз болады. Иса айтты ма, мен соңғымын деп, менен кейін пайғамбар келмейді деп айтты ма? Менен кейін басқа жалған пайғамбарлар иә, бірақ келмейді деп айтты ма? Жоқ, келмейді деп айтты ма пайғамбар? Келмейді деп, басқа пайғамбарлар келмейді деп, онда айтқан жоқ. Демек келу мүмкін. Қара. Жоқ, келу мүмкін ғой. Жарайды, қара. Қаншама рет диспутқа шықтым, сөйлестім, иә, мойындамайды. Бұл сондай бір мықты дәлел енді. Тағы бір дәлел келтірейін, бұл бір дәлел. Көрдіңіздер ма? Иудаизмнің өзі, иудаизм негізі Мұса пайғамбар айтқан жоқ, иудаизм дінін әкелдім деп. Жоқ, ондай жоқ, оны адамдар қалыптастырды. Иса пайғамбардың сөзі бар ма? Мен христиан дінін әкелдім деген. Жоқ, ондай сөз жоқ. Себебі христиан дегенді, христианствоны кейінірек қалыптастырды адамдар. Ал мұнда ислам дінін кәдімгідей келген, Құранның өзінде де бар. Ислам діні ұстану керек, ақиқат деп тұр. Ислам діні христиандардың, иудаизм ұстанатындардың қателіктерін дұрыстайды. Түсінесіздер ма? Мысалға айтайын, христианствода бізде не бар? Библияда не айтылады? Қателеспесем, ат Луки болу керек. Иисус түнде барды, апостол дейді ғой, апостол дейтін артынан ерген адамдар. Сол ізгі адамдар. Шынайы ізгі артынан ерген адамдар Иса пайғамбардың. Соны таңдардың алдында ол Құдайға құлшылық ету үшін Иисус тауға барды, сол тауда түнімен құлшылықпен өткізді дейді, түнін. Енді дұрыстап ойланайық. Түнін жалғыз өзі құлшылық етіп жүр. Христиандардан сұрасаңыздар, олар не дейді? Олар айтады, Иисус Құдай дейді. Ол Құдайға қалай құлшылық еткенін көрсеткен Құдай деп айтады. Евангелие от Луки, стих есть. Иисус пошел в гору и проводил всю ночь молитвы к Богу, да? То есть Отцу. То есть, если тут... вы говорите, что Иисус это Бог, который показал, как молиться Богу. Но вопрос, если Он показывает, как молиться Богу, и Он Бог, почему Он один ночью поклонялся, молился Богу? Ну, удобно было так. Ну, кстати, откуда вообще апостолы про это знают, если он сам один ушел? Что он там делал? Потому что он все апостолам рассказывал. Он то, что скрывал от людей, он рассказывал апостолам. Он не все рассказывал людям, потому что не все принимали. А те, которые принимали... Если вы о Библии говорите, человеком сказать тоже правильно. Так что... Скажу такой момент. Извините, может... Да, я объясню, почему. Ну, это мое мнение, я не стану там кого-то там убеждать. Ну, как сказать, искренне молиться человеку. Когда ты в обществе, тебе тяжело сконцентрироваться на Господе, понимаешь, тебе тяжело концентрироваться в общении в прямом общении с Ним, понимаешь? Ну, как еще сказать, тебе хочется тишины, и поэтому он и шел туда, чтобы иметь вот эту возможность тишины, да, чтобы связаться со своим отцом. Может, это мое мнение. Ну, может ли оказаться так, что его отец, то есть он сказал, что так, этот отец может быть реальным Богом? Ну, на древнем арамейском Эллаха, да? Бог это Эллаха, да, древнем арамейском, например. Может, Иисус сам поклонялся Аллаху? Может, Иисус пошел в гору и молился Аллаху? Это звучит как Аллах. Да, извиняюсь. Осы үшеуін олар бір Құдай дейді.
Иса алейхиссалам Отец Небесный дейді, Святой Дух дейді. Енді қараңыздар, Иса алейхиссалам Құдайда, былай Библиядан жетеді, Отец Небесный деген, көктегі әке, метафора, яғни көктегі әке деп айтқан, соны олар мына үшеуін бір Құдай деп айтады. Енді қараңыздар, ол Иисус егер Құдай болса, неге жалғыз өзі түнде көмек сұраған кезде Құдайға құлшылық етті, Отец Небесныйға, яғни көктегі әке деп айтады ғой. Негізі қараңыздар, Иисус көне арамей тілінде сөйледі ғой. Көне арамей тілінде шамамен осылай болады. Аллах, түсініңіздер ма? Аллах болады. Көне арамей тілінде Иисустың сөйлеген тілі. Енді Исаның бірде-бір сөзін, нақты айтқан сөзін таппайсыздар сіздер. Қанша іздеңіздер, еш жерде таппайсыздар. Мен Құдаймын деген сөз мүлдем жоқ. Бірақ онда әдемі көркемдік сөздер бар. Мысалы, мынандай аргументтер келтіреді. Құдай және әкем және мен біз біріміз дейді. Оны интерпретация әртүрлі жасайды. Яғни тәпсір әртүрлі. Бірінші тәпсірлерде олар айтады, басқа біреулер айтады, жоқ, онда Иса айтты, біздің Құдаймен бірге екеуміздің, яғни жолымыз бір ізгілік жолы дегендей түсіндіреді. Басқалар айтады, ол Құдаймен бірге Құдаймен бір деп айтады басқалар. Ал басқа бір стих бар, онда не дейді? Иса айтады, әкем менен жоғары дейді. Сосын мен әкеме оралам дейді. Онда әке деп отырғаны Аллах, түсініңіздер ма? Жақсы. Енді екі мағыналы емес, бір мағыналы стих бар ма? Иисус Құдай деген. Библияда любой жерінен қарап көріңізші, бір мағыналы стих бар ма? Иисус Құдай. Бог и я одно дейтін бар. Бар. Ол бір мағыналы емес қой, ол екі мағыналы. Бог и я одно деген сөзі бар. Жарайды, ол басқа несіне противоречие болады. Отец мой более меня дейді. Бог и я одно емес, отец и я одно дейтін стих бар, и отец мой более меня дейтін стих бар. Ол адам ол бұл өмірге адам келпінде келіп тұр да. Да. Солай дейсіз, сосын. Жақсы, онда Иисус неге Құдайға құлшылық етіп дұға етті? Адам кейпінде жүрсе Құдай болып. Пример показать, я. Yes. Пример показать. Жарайды. Ол дұға етіп құлшылық еткенде адамдарға пример ретінде үйретті, иә? Иә. Жақсы. Онда Евангелие от Луки Иисус неге түнде барып тауға жалғыз өзі дұға етті? Евангелие от Луки. Иисус пошел в гору, молился. Жоқ, енді үйретіп жатыр ғой адамдарға, иә? Онда неге өзі жалғыз өзі құлшылық етіп жүр, дұға етіп жүр? Бүкіл жерінде өз әңгімесінен, өзі әкесімен сырласқысы келеді да. Оның өмірінің барлығы біз үшін пример. То, что мы и жеке Құдаймен сөйлесу керекпіз, и адамдардың алдында, и оның постоянный дұғасы бізге пример, что мы в жизни также должны быть ближе к Богу. Оның көрсеткен бойынша, даже жазылғанда, сендер адамдардың көзінше барып молитва етпеңдер, показуха қылып, жеке оңаша барып, тыныш жерде Құдаймен әңгіме айтыңдар деген сияқты да ол да. Жема екі бір басылып кетті, жалып отыр. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою дейді, но волю пославшего меня Отца дейді. Немесе басқа стихта айтады, білетін шығарсыз, Отец мой более меня дейді. Евангелиеде айтылады, білесіз, Иисус түнде тауға барып, түнін құлшылықпен өткізді дейді. Сіздер Отецті, Иисусты, Святой Духты бір троица дейсіздер, иә? Бірақ троицаның өзін екі ғасырдан кейін Никейский соборда енгізеді, троица дейтін енгізеді. Бірақ оған дейін алатын болсақ, бірінші ғасырдан алатын болсақ, христианствода андай сенім болған. Отецті бір Құдай деген, Иисусты посланник деген. Мұнда да келіп тұр ғой стихта, пославшего меня Отца дейді. Мұнда Отецтің сипаты, мысалы, оған бір көктегі әке деп айтады ғой сіздерде. Соны айтқым келетіні негізі мына Иисустың құлшылық етіп дұға еткені Құдайы, яғни Отец дейміз сіздерде. Яғни бізде сол Құдайға, мұсылмандар сол Құдайға табынамыз, құлшылық етеміз. Біз оны Құдайды Аллах дейміз. Бірақ сіздерде оны Иисуспен біріктіріп жіберген, түсінесіз бе? Вот в чем проблема. Мен мына діндерді қарап шықтым, сіздерге айтайын. Кез келген ақиқат дін болсын, мен ақиқатты ұстанамын шынымен де. Бірақ қаншама ізденгеннің өзінде бәрі бір исламға барып тұр, түсінесіздер ме? Бәрі бір исламға барып тұр. Дәлелдің өзі индуизмнің өзінде де бар. Бір жаратушы деген, түсінесіздер ме? Индуизмнің өзінде де бар. Ал мынау мифологияларға келсеңіздер, бағана айттым ғой, басында тотемизм, шаманизм, анимизм, ең бастапқы табиғат күштеріне адамдар сеніп, солай ойлаған құдіретті деп, найзағайды бір құдіретті деп ойлаған, бірақ олар жойылып кетті. Неге жойылып кетті?
сіздерге айтып тұрмын, біз қазір осы ғасырда өмір сүріп жатырмыз, 21 ғасырда. 21 ғасырда сақталған діндерге қараңыздар. Себебі Құдай болса шынымен де ол жолын сақтайды, бізге берген жолын сақтайды. Түсіндіре алдым деп ойлаймын енді. Кез келген адаммен сөйлесем, ешкімнен қорыққаным емес, кез келген адаммен сөйлесуге дайынмын. Кім бар Қазақстандағы ең мықты атеисттер болсын, тіпті жер бетіндегі ең мықты атеисттер болсын, осы мәселеде келсін сөйлесіп. Алдында кімдерді көрдім? Атеисттардың ең мықты профессорлары. Не дейді? Осындай, егер өлгеннен кейін Құдай болып қалса, не істейсіз дегенде, ол айтты ғой, мынандай бір Құдай шығып қалса, басқа бір Құдай шығып қалса, білмейді, көрдіңіздер ме? Зерттемеген, сол үшін зерттеп қарау керек басқа діндерді. Что произойдет, когда я умру, если после смерти я встречу Бога? Думаю, первое, что я скажу, будет, какой именно Бог ты? Сол үшін зерттеп қарау керек басқа діндерді. Ал мен қарадым және айтам, нақты ислам деп. Нақты ислам деп. Барлығы қате қалғанын нақты ислам деп. Сеніммен айтамын. Сеніммен. Ешкімді күштемеймін. Бірақ ақылға салып ойланыңыздар, ізденіңіздер. Құрметті көрермендер, жақсы жаңалық. Басқа адамдардың Құдайға сенуіне біз себепші бола аламыз. Ислам дінін қабылдауына себепші бола аламыз. Әлеуметтік желілер, TikTok, Instagramға осы видеоның үзінділерін таратайық. Мен сіздерге репост жасап, комментарий жазып қолдауға тырысам. Осы TikTok, Instagram арқылы. Сондай-ақ керемет монтаж жасаған Ербұлан бауырымызға рахмет. Сіздер де содан тапсырыс беріңіздер. Жақсы жасайды. Осымен видеоны аяқтаймын. Ұстап жатырған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.